Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге сары май туралы айтатын болам, яғни өзіміз күнделікті қолданып жүрген сары майдың пайдасы, қандай зияны бар, сонымен қатар қалай таңдау керектігін толық айтып өтетін болам. Ал ендеше кеттік. Сары май кез келген адамның күнделікті рационының ажырамас бөлігі. Сары майдағы холестериннен қорқып, оны өсімдік майларымен алмастырған жандар неден қырқалады? Ендеше сары майдың пайдасы қандай екенін білетін боласыздар. Сары май сүт майының концентраты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде пайдалы. Әрине, сары май калориялы өте жоғары. 100 граммда 730 кал бар. Оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді, бірақ сары майдың бұл қасиеттерін де өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан май бутерброды өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес май сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді. Сары майдың құрамында қандай дәрумендер бар? Сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығы, шаштың әдемілігі, тырнақтың саулығына үлкен әсер етеді. Мысалы, А дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда бар. Күніне желінгені 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Иммунитетті жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс мүшелерінің ішінен майлап жөтелді емделуді тездетеді. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазалап, берік қылады және шаршағандық сезімін басады. Бәрімізде де шоколад құрамында бақыт гормоны серотонин бар екендігін білеміз. Алайда бұл гормон сары май құрамында да бар екендігін біле бермейміз. Серотонин тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін аштықты баса алады. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек. Қолдың сары майы керемет табиғи дәрмек. Қазақ дастарханынан қысы-жазы түспеген тағамның бәрі ол қолдың сары майы. Астың да, нанның да дәмін келтірген майдың арнайы ертілген түрі әсіресе қыста ерекше сұранысқа ие. Кейбір жерлерде күйдірілген деп аталатын бұл сары майды емдік мақсатта да қолдануға болады. Тек мөлшерде балға араластырылған күйдірілген сары май иммунитетті көтеретін мықты табиғи құрал. Ол үшін таңертең жылы сүтке араластырып аш қарынға ішсеңіз болғаны. Ол кеудедегі қақырықты басады, ішектердің жиырылу қасиетін реттейді, іш қатуын болдырмайды, иммунитетті көтереді, сүйектердің беріктігіне көмегі бар. Ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады, жасушаларды жаңарту арқылы ағзаны жақсартады. Қазекемнің қыстың күні суықтап қалған балаға беретін ең бірінші дәрісі де осы сүт қосылған май екенін білеміз. Дәмді де сіңімді бұл сусын әлсіздікті жеңуге, ағзадағы суықты қууға қауқарлы. Бал қосылған қолдың сары майы жеке иммундық жүйеге оңды әсер етеді. Күйдірілген сары май аюрведа әдісімен ем жасайтын үнді шипагерлердің басты қаруы. Олар тіпті тері мен шаш сұлулығын да осы әдіспен сақтайды екен. Жасы 60-тан асса да бетіне әжім, шашына ақ түспеген, көзі өткір, тісі сау, қимыл қозғалысы еркін үнді бишілерінің бірі Ресейдің әйелдерге арналған бағдарламасына қонақта болған екен. Сонда жүргізуші 60-тағы бишінің 30-ға жетпеген сұлудай мінсіз дене бітімінің сырын сұрайды. Үнді сұлуларының көбі күйдірілген сары майға бал, жаңғақ, кептірілген өрік, мейіз, жер-жаңғақ қосып жейтіні тағамтанушыларды таң қалдырды. Сары майды еріту барысында майдың құрамындағы су толығымен жойылады. Сондықтан май ағзаға іркілмейді, қайта ішек пен асқазанды тазартады. Айтпағымыз, суық маусымда күнделікті таңертең сүтке 50 грамм күйдірілген май қосып ішуді әдеттейдіңіз. Пайдасы шаш етектен. Кейінгі жылдары сары майдың құрамында холестерин бар деп жемейтіндер көбейді. Алайда бұл азықтың біз білмейтін пайдасы өте көп екен. Мамандардың айтуынша сары майдың пайдасы өте көп. Тіпті осы күйдірілген, яғни ерітілген түрі өте пайдалы. Сары майдың құрамында холестерин бары рас, бірақ ол шошайтындай зат емес. Белгілі мөлшерде ағзамызға өте қажет. Холестерин жасуша мембраналарының сіңдіру қасиетін қалыпты ұстайды, яғни гормондардың синтезіне қатысады.
Дәрігерлердің айтуынша сары май өте құнарлы, бірақ оның ағзаға сіңуі оңай әрі тез. Сары майды аш қарынға тұтынған дұрыс. Ол ағзаға жасушалармен бірге түсер болса, пайдасы өте мол. Көкөніс, аскөктермен араластырып тұтынуға да болады. Сары майды жүрек-қан тамыры ауруы бар, қан құрамында холестерин көрсеткіші жоғары, өт жолы аурулары асқынып тұрған науқастар өте аз тұтынуы керек. Май мөлшерден артық болса қауіпті. Сары майды қалай таңдау керек? Толық мәлімет беремін, мұқият тыңдаймыз. Сары майды майдың майлық көрсеткіші 75-5, 82-5% аралығында болады. Одан төмен көрсеткіш тұрса, оның құрамына өсімдік және жануарлар майы араласқанын көрсетеді. Сары майдың сапасы оның бағасына байланысты емес. Қазіргі кезде дүкенде сары майдың неше түрін кездесуге болады, алайда оның бәрі бірдей таза, пайдалы деп айтуға келе қоймас. Оның ішінде тазасын ажыратып ала қою да қиын. Әрине, бағасы қымбат болса таза, пайдалы деп ойлаймыз, бірақ кейде молырақ пайда табу үшін өндірушілер мен сатушылардың түрлі қорлыққа баратынын ескеруіміз қажет. Себебі кейбір сары май деп сатылатын өнімдерде түрлі ұнтақтар, өсімдік немесе пальма майы қосылып жатады, ал бұл денсаулық үшін аса пайдалы емес. Сары майды алмай тұрып, оны қалай таңдау қажеттігін біліп алғаныңыз жөн. Ең алдымен майдың түсіне қарау керек. Таза, табиғи майдың түсі ақ-сары болады, бірақ аппақ емес. Ақ немесе қанық сары түсті майлардың құрамында түрлі қоспалар болуы мүмкін. Қаптамадағы жазба арқылы білуге де болады. Егер май көрінбейтін қаптаманың ішінде болса, онда оның сыртындағы жазбаны міндетті түрде оқып шығу керек. Алдымен сақтау мерзіміне мән беріңіз, себебі таза, табиғи майдың ұзақ сақталмайтыны белгілі. Егер сақтау мерзімі неғұрлым ұзақ болса, демек құрамында қоспалары көп. Құрамы деген жеріне қараңыз. Сары май тек қана сүт және кілегейден тұруы тиіс. Ал егер құрамы деген жерде түрлі қоспалар, әсіресе спред және ту деген жазу болса, онда ол таза емес, яғни сапасыз. Спред бұл сыртқы түрі сары майдан еш айырмасы жоқ, азықтың бірі немесе маргарин. Бірақ маргариннен айырмасы құрамындағы қоспалар, яғни спред негізінен пальма, кокос немесе өсімдік майларына жасалады. Сондай-ақ оның құрамына көбіне майсыз құрғақ сүт, дәмдеуіш қоспалар кіреді. Ал спредтің май немесе маргариннен айырмасы тоңазытқышта қатып тұрған жерінен шығарсаңыз, оны нанға жаққанда өте жеңіл, еш қиындықсыз жағылады. Кескен кезде де түйіршіктелмей, бөлініп кетпей жұмсақ қалпын сақтайды. Ту деген жазба, яғни бұл технические условия, техникалық жағдай дегенді білдіреді. Мұндай жағдайдағы майлардың құрамы не спред немесе маргарин болып келеді. Егер майды сатып алып қойған болсаңыз, онда оны үй жағдайында төмендегідей тексеріп, анықтап алуға болады. Дәм мен иіс арқылы. Таза сары майдың иісі болмайды. Сондай-ақ дәм татып көргенде таңдайда тәтті кілегейдің дәмі қалады. Егер майда қандай да бір өткір иіс пен кілегейден өзгеше дәм болса, онда оның құрамында өсімдік байым болуы мүмкін. Пышақпен кесіп көру. Майдың таза емес екенін пышақпен кесіп көріп анықтауға да болады. Тек ол үшін май мұздатқышта тұрған болуы керек. Егер майды кескен кезде қатты бөлініп тұрса, онда ол таза май. Ал қанша мұздап тұрса да бір тегіс жалпақ күйінде келсе, демек ол сары май емес, спред. Яғни майды ертіп те оның қандай екенін ажыратуға болады. Сары майдың бір кесегін алып, ыстық суға салып, араластыру қажет. Егер май бірден еріп бетіне өсімдік майы секілді көтерілсе, ал оның астындағы судың түсі өзгеріп тұманданып кетсе, онда ол май таза сары май. Ал егер май араластырғанда ерімесе, онда ол пальма майы қосылған спред. Табаға ертіп те анықтай аласыз. Сары майды қызып тұрған табаға салып ерту арқылы оның қаншалықты таза, қоспасыз екенін анықтауға болады. Егер май еріп жатып, бірден айналасы күйіп, көпіршіп, түтіні көп бөлінсе, бұл спред болғаны. Себебі таза сары май көпіршіктенбейді, көп түтіндемей ақырын ериді. Бөлме температурасында ертіп білуге де болады. Сары майды кесіп, бөлме температурасында қалдыру керек. Егер шамалы уақыттан кейін май еріп кетсе, демек ол таза май. Ал шамалы ғана еріп немесе мүлдем ерімесе, онда ол майдың құрамында өсімдік немесе пальма майы бар. Сары май туралы толық мәліметті сіздерге жеткіздім деп ойлаймын. Егер кәделеріңізге жарап, пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мені шынымен де шабыттандырады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.